Күрделі жөндеу жұмыстары Қараменді би мен Ағыбай Батыр көшелерінің қиылысында су құбырлары ауыстырылды. Бірқатар көшелерде жол жабық. Балқашта автобустар бағыты уақытша өзгерді. Қарағанды Балқаш автожолы бойындағы Ақшатау кенті маңында жүргізушілерге түнгі уақытта жолда жақсы бағдарлануға көмектесетін арнайы лазерлер сынақ режимінде орнатылды. Бұған дейін дәл осындай белсенді лазерлік ескерту құрылғысы Астана-Теміртау трассасында Ошағанда ауылының жанында іске қосылған. Бұл Қазақстанда алғаш рет енгізілген жаңа технология. Жүйе металл аркалардан тұрады. Сол аркалардан тұманды немесе түнгі уақытта жүргізушілердің көз алдына жарық сызықтары проекцияланады. Мұндай шешім жолдағы жағдайдың өзгеруіне жылдам әрекет етуге мүмкіндік беріп, шаршау немесе зейінсіздік салдарынан болатын жол көлік оқиғаларын алдын алуға сеп болады. Жүйені жасаушылардың мәліметінше, жүргізушінің лазерлік сигналдарға жауап қайтару уақыты кәдімгі жол белгілеріне қарағанда бірнеше есе жылдам. Шетелдік тәжірибе, әсіресе Қытайда бұл лазерлік жүйелер түнгі автобандарда бұрыннан қолданылып, аталған технологияның тиімділігін көрсеткен. Жолдарға орнатылғаннан кейін апаттар саны 40-50%-ға дейін азайған. Технологияны сынақтан өткізу туралы шешім биылғы жылдың алғашқы жартысындағы жол көлік оқиғаларының статистикасын талдаудан кейін қабылданған. Жүргізушілердің ұзақ қашықтықта рөлде отырып ұйықтап кетуі апаттардың жиі кездесетін себептерінің бірі болып отыр. Қарағанды облысында жол қауіпсіздігін арттыру мәселесі ерекше бақылауда. Ведомствоаралық жұмыс тобы жол апаттарының себептерін тұрақты түрде талдап, оны болдырмауға бағытталған нақты шараларды ұсынуда. Егер Ошағанды мен Ақшатау учаскелеріндегі лазерлік жүйелерді сынау оң нәтиже берсе, бұл технология Қазавтожол акционерлік қоғамдастығына қарасты басқа да республикалық трассаларда енгізілуі мүмкін. Балқаштық жас спортшы Мансұр Зейнеғабды Ақсу ауылы кентінде өткен республикалық дзюдо турнирінде қола жүлдеге ие болды. 2010-2011 жылға кіші жасөспірімдер арасындағы бәсеке Қазақстан Республикасының спорт шебері Аманбаев Айдын социалын еске алуға арналған. 5-ші республикалық ашық турнирде Мансұр 66 келі салмақ дәрежесінде бақ сынады. Бұл жарысқа бір ай бойы дайындалып, нәтижесінде жақсы көрсеткішке қол жеткізді. Мен 6 кездесу өткіздім. 5-еуін жеңіске жеттім. Мен дзюдомен 4 жыл айналысамын. Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткермін. Бапкерім Төлеутай Ерсін Серікболұлына алғыс айтамын. Маған жарыс оңай болмады. Мен осы жарысқа дайындалдым. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Зөйл, тек тұр. Ассалаумағалейкум. Рей. Қаншама мықты қарсыластың арасынан суырылып алға шыққан балқаштық спортшы өз тәжірибесін, төзімділігін және спортқа деген шынайы ықыласын көрсете білді. Жарыс барысында қолдау білдіріп, бағыт-бағдар берген бапкеріне ерекше алғысын жеткізді. Қазіргі таңда Мансұр дайындықты күшейтіп, алдағы жарыстарға жоғарғы деңгейде әзірленіп жатыр. Қараменді би мен Ағыбай Батыр көшелерінің қиылысында күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі таңда аталған көшелердің қиылысы толықтай жабылып, бұл аумақта реконструкция жұмыстары жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, ескі камераның ішіндегі тозған құбырлар толық тазаланып, жаңасына ауыстырылуға дайындалуда. Қазан айының 14-не жоспарланған құбыр желісін жалғау жұмыстары кезінде қала бойынша ескі құбырлар толықтай өшіріліп, жаңа жүйеге қосылмақ. Бізде қазір екі жақтан Қараменді би көшесінен, Ағыбай Батыр көшесінен екі жақтан пластик трубамыз келіп тұр. Қазір осы демонтаж жұмыстары бітсе, октябрь айының 14-не үлкен сөндіру болады Балқаш қаласында. Ол кезде жаңағы ескі құбырдан сөніп, жаңа құбырға су алмасады. Аталған нысанда екі бағыттан Қараменді би және Ағыбай Батыр көшелерінен пластик құбырлар тартылған. Құбырлардың диаметрі 500-дік. Қазіргі уақытта демонтаж және ішкі тазалау жұмыстары аяқталуға жақын. Сонымен қатар көшеде қосымша құдықтар орнатылып, олардың фасондық бөліктері жинақталып жатыр. Жоба аясында бұл учаскеде 2 бригада жұмыс істеуде. Мамандардың сөзінше, Қараменді би көшесінен келетін сол жақ су желісі мен Желтоқсан көшесінен тартылған оң жақ су желісі дәл осы қиылыста түйіседі. Сол себепті бұл нүкте реконструкция жұмыстарының ең күрделі әрі жауапты бөлігі саналады. Қиылыстағы жұмыстар жер асты коммуникацияларының көптігі мен топырақтың қаттылығына байланысты ерекше мұқияттылықты қажет етеді. Жөндеу жұмыстары толық аяқталғаннан кейін бұл учаскедегі су жүйесінің сапасы мен тұрақтылығы айтарлықтай артады деп күтілуде. 14 қазанға дейін аталған қиылыста жол қозғалысы уақытша тоқтатылды. Осыған байланысты жүргізушілерге айналма жолдарды пайдалану ұсынылады. Диана Ерланқызы, Әлбек Садвакасов, Өркен Медиа.
Амангелді көшесі бірінші үйдің маңындағы құдықтан су кетіп, апаттық жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мелиоратор мердігер мекемесінің өтініші бойынша жұмыстар аяқталғанша келесі мекенжайларда ауыз су беру уақытша тоқтатылды. Ардагерлер орамы Желтоқсан көшесі 15-ші, 16-ші, 18-ші үйлер, номер 5-ші жалпы білім беретін мектеп және РЫБ институт аумағы. Сонымен қатар көрсетілген мекенжайлардың маңында орналасқан кейбір аудандарда су қысымы төмендеген. Амангелді Желтоқсан көшесінің қиылысында сағат 1-дің шамасында диаметрі 500-дік пластик трубадан авария шығып, қазіргі таңда сол жерде бір бригада, бір экскаватор жұмыс жасап жатыр. Жөндеу жұмыстары қарқынды жүруде. Қарағанды қаласында өткен облыстық пікірсайыс турнирінде Әлімхан Ермеков атындағы мектеп лицейінің оқушылары жүлделі бірінші орынды иеленді. Байқауда барлығы 15 команда бақ сынап, өз білімдері мен шешендік қабілеттерін ортаға салды. Жерлестеріміз жоғары дайындық пен ұшқыр ойдың үлгісін көрсетті. Қатысушылардың айтуынша сайыс тақырыптары алдын ала берілмегендіктен нақты бағыттарды болжау мүмкін болмаған. Соған қарамастан команда қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелерге тыңғылықты дайындалып барған. Дәл сол тақырыптар түспесе де жинаған білім мен мәлімет олардың жеңісіне айтарлықтай үлес қосқан. Биыл біз алғаш рет қалалық мектеп пікірсайысына қатыстық. Пікірсайыс форматы әлемдік мектеп дебаты болды. Өз ойымен бөлісетін болсам, пікірсайыс сыни ойлауды және өз көзқарасында дәлелдеп, сауатты аргумент келтіру қабілетін дамытады деп санаймын. Сондықтан бұл тәжірибе барлық оқушылар үшін пайдалы деп ойлаймын. На самом деле было тяжело участвовать на областном. Шыныңды айтқанда, облыстық кезеңге қатысу оңай болған жоқ. Алдымен біз қалалық кезеңді жеңіске жетіп, келесі деңгейге өттік. Облыстық турнирде өте қызықты тақырыптар болды. Мысалы, бұл палата жасөспірімдер арасындағы инфлюенсерлер санының өсуін азайту қажет деп есептейді деген тақырып бізге ерекше әсер қалдырды. Ең күрделі тақырыптардың бірі кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықты азайтудың ең тиімді жолы болды. Біз ойнаған ең мықты қарсыластардың бірі Билл мектебінің командасы еді. Бірақ барлық қиындықтарға қарамастан біз жақсы нәтиже көрсетіп, республикалық кезеңге өттік. Оқушылардың бұл бағыттағы жетекшісі Олжас Шынарбек. Оның айтуынша қазіргі таңда оқушылар бар күшін республикалық турнирге салмақ. Өткен турнир әлемдік мектеп дебаты форматында болған. 3 пікірсайысшыдан құралған топ тыңғылықты дайындық пен жоғары деңгейдегі ой пікір алмасу мәдениетін көрсетті. Айта кетейік, әлемдік мектеп дебаты бүгінде халықаралық деңгейде кеңінен қолданылып жүрген пікірсайыс үлгісі. Бұл форматта әр командада 3 спикер болады және олар белгілі бір резолюцияны жақтап немесе оларға қарсы өз дәлелдерін ұсынады. Пікірсайыс барысында қатысушылар аналитикалық ойлау қабілетін, шешендік өнерін және командамен жұмыс істеу дағдысын дамытады. Биылғы турнирде балқаштық команда өз білімін, логикалық ойлау қабілетін және өзекті мәселелерді талдай білу шеберлігін көрсеткенін жеткізді. Қаламызда жөндеу жұмыстарына байланысты бірқатар көшелерде жолдар жабылып, қоғамдық көлік бағыттарына уақытша өзгеріс енгізілді. Қазіргі таңда Бөкейханов көшесінде Арарат универсал жауапкершілігі шектеулі серіктестігі асфальт төсеу жұмыстарын, ал Ағыбай Батыр мен Қараменді би көшесінің қиылысында Мелиоратор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі су құбырларын ауыстыру жұмыстарын жүргізуде. Аталған жұмыстар 14 қазанға дейін жалғасады деп жоспарланып отыр. Осыған байланысты номер 3 және 3 А автобустары бұдан былай қалалық автобекеттен бастап Қадыржанов көшесімен әрі қарай Абуғалиев және Абай көшелері арқылы қатынайтын болады. Тұрғындардан уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарау сұралады. Назарларыңызға номер 3 Б, 11, 12, 14 және 16 автобустардың жол жүру сызбасын ұсынамыз.
Бүгін түнде аспанда ерекше көрініс суперлуния, яғни ай энергиясының қуаттағыны байқалады. Бұл кезде ай орбитадағы ең жақын нүктесіне жетіп, әдеттегіден шамамен 14%-ға үлкенірек және 30%-ға жарығырақ көрінеді. Астрономдардың айтуынша, мұндай құбылыс жылына санаулы рет қана болады, ал бүгін болатыны биылғы жылдың ең айқындарының бірі. Ғалымдар суперлуния кезінде ай мен күннің тартылыс күші артып, ауа райы мен теңіз толқындарына аздап әсер етуі мүмкін екенін айтады. Кей халықтарда бұл кезең ерекше энергия мен тыныштықтың уақыты деп есептеледі. Мамандар көріністі тамашалау үшін жарықтан алыс, ашық аспанды жерлерге баруға кеңес береді. Бұл көрініс аспан мен әлемнің адамзатқа ұсынған ғажайып сыйы. Балқаштық жас балуандар аймақтық жарыстан жүлделі оралды. Жас барыс облыстық турнирі қазақ күресінен еңбегі сіңген спорт ардагері, білікті бапкер Қабдуали Батырұлы Дубаровты еске алуға арналды. Бұқаржы ауданында өткен жарыс 2010-2012 жылы туған жасөспірімдер арасында ұйымдастырылды. Балқаштық жас балуан Дарын Бақтақын 75-тен жоғары келі салмақ дәрежесінде 3 белдесу өткізіп, екеуінде қарсыластарынан басым түскен. 3 белдесулер өткіздім, соның екеуін ұттым, біреуінен жеңілдім. Жарыс өте қиын болды, жарыс өте жақсы өтті. Маған ең қиын болған белдесу ол екінші белдесу. Бұқар жырау аудан баласымен шықтым, одан ұтылдым. Бірінші белдесуімде Саршаған баласын айқын басымдықпен жеңіске жеттім. Үшінші белдесуімде үшке таласуымда Шетский баладан ұттым, Шетский баламен күрестім. Балқаштық жас балуан Аслан Таласпайда Бұқаржы ауданында өткен жас барыс облыстық турниріне қатысты. Қала намысын қорғап барған Аслан 38 келі салмақ дәрежесінде күміс жүлдеге ие болды. Бұқаржы облыстық турниріне қатыстым. Ол жерде мен екінші орын 38 килограмм салмақ дәрежесінде екінші орынға иелендім. Бұқаржыда финалдық белдесу мен Қарағандылық балуанға ұтылып қалдым. Ол жақта мен 5 белдесу өткіздім. Оның 4-еуінде финалдық белдесу өтіп қалдым. Айта кетейік, Аслан қыркүйек айында Семей қаласында өткен жарыста 35 келі салмақта алтын медаль жеңіп алған. Сонымен қатар Астана қаласында өткен республикалық чемпиондар лигасы турнирінде де қарсыластарынан басым түсіп, бірінші орын алған. Дәл осы турнирде 46 келі салмақта күрескен тағы бір балқаштық балуан Нұржан Оңғарсынов 3-ші орынды иеленіп, қала намысын қорғады. Айдана Неспай, Руслан Нұрушев, Өркен медиа. Қаламызда туризм саласын жүйелі түрде дамыту мақсатын көздеген жобалардың жаңа циклы іске қосылғалы отыр. Осы аптада басталатын кездесулерге туристік қызмет көрсетушілер, жергілікті кәсіпкерлер, әкімдік пен салалық мамандар қатысып, аймақтың туристік әлеуетін арттыруға бағытталған нақты шараларды талқылайды. Алғашқы жиын 9 қазанда сағат 15:00-де Уәлиханов көшесі 3-ші мекенжайда өтеді. Кездесуге туристік компаниялар, кәсіпкерлер, экскурсоводтар және туризм саласына қызығушылық білдірген барлық мүдделі тараптар шақырылады. Жиында қаралатын негізгі бағыттар: туристік маршруттар мен инфрақұрылымдарды дамыту, кәсіпкерлікке қолдау көрсету және инвестициялық мүмкіндіктер, ішкі туризмді насихаттау мен маркетингтік стратегиялар, қызмет сапасын жоғарылату, кадрлар дайындау және қауіпсіздік талаптары. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осындай кездесулер өңірлік деңгейде нақты шешімдер қабылдауға, серіктестік келісімдер мен пилоттық жобаларды іске қосуға көмектеседі. Бұл бастама өңіріміздің туристік әлеуетін толықтай ашып, экономикалық өсімді қамтамасыз ететін маңызды қадам. Туризм саласының дамуы жергілікті кәсіпкерлікке серпін беріп, жаңа жұмыс орындарын құруға, сондай-ақ аймақтың табиғи және мәдени мұрасын сақтай отырып, оны кеңінен таныстыруға мүмкіндік береді.